Сәлеметсіздер ме ханымдар, бүгін бізде бауырсақ рецептісі. Барлықтарыңызды қасиетті Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Бізге сүт, ұн, қант, ашытқы, тұз және майонез қажет. Ең алдымен біз алдын ала жылытып алынған сүтті құямыз. Тұзды, қантты, ашытқыны саламыз. Оның үстіне 2 қасық майонезді салып араластырамыз. Ұнды саламыз және араластырып қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын. Қамырдың бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Оны 2 бөлікке бөліп, бөлек-бөлек жайып, домалақ формамен дөңгелетіп кесіп аламыз. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды салып, 2 бетіне аудара отырып пісіріп аламыз. Біздің бауырсақтарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған бақыт. Сау болыңыздар.